Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен асқабақтан печенье дайындаймыз, бірақ ол үшін бізге жеткіліксіз қажетті заттарды алып алайық. Келесі дайындауға кірісеміз. Барлығының мөлшері видеоның астында жазылып тұрады. Бізге ең маңызды асқабақ қажет болады. Шоколад қалауыңызша және қалауыңызша кез келген орехті қосуыңызға болады. Содан кейін ұн, сары май, қант, жұмыртқаның сарысы. Жұмыртқаңыз үлкен болса, біреуін ғана, кішкентай болса, 2 сарысын қосамыз. Сұлы үлпектері және қопсытқыш, корица, мускатный орех, кардамон қосамыз. Ең алдымен асқабақты тазалап, турап дайындап аламыз. Келесі асқабақтың барлығын осылай формаға біркелкі етіп жайып, бетіне қант сеуіп шығу керек болады. Содан кейін қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-40 минут шамасына пісіреміз. Міне асқабақ дайын болды. Толықтай піскен асқабақты осылай шанышқының көмегімен езіп алу керек болады. Печеньені дайындауды бастаймыз. Ең алдымен қантымызды саламыз, оған сары майды және жұмыртқаның сарысын, асқабақты салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі сұлы жармасын, ұнды, қопсытқышты және қалған дәндеуіштердің барлығын бірден қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз осындай қою болу керек. Және келесі кезекте шоколад немесе жаңғақты өзіңіздің қалауыңызша қоссаңыз болады. Шоколадтарды қосып жақсылап тағы араластырамыз. Содан кейін бетін жауып 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне тоңазытқышта 30 минут шамасында тұрды. Келесі печеньемізді шар тәрізді етіп қалыпқа келтіреміз. Формамызға арасын ашып қойып шығамыз. Келесі осылай үстінен ақырын басып шығу керек болады. Содан кейін 180 градусқа қызып тұрған пешке 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің асқабақтан жасалған печеньеміз дайын болды. Жасап көріңіздер, балалар өте сүйсініп жейді және өте пайдалы.